Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін таңғы асқа өте дәмді сырники дайындадық. Үйде творог болатын, сол босқа қалып қалмасын, ашып кетпесін деп сырники жасап тастадық. Кішкене қызартып алдым, өзіме қатты ұнайды. Картошка қуырсам да қызартамын. Содан кейін қалаға шығып кеттік та, жұмыстарымызды бітірдік, Айтөренің шашын алдырдық. Түнде оливияның заттарын қайнатып қойғам, соны тез турап оливия салат жасап тастадым. Айшаның ең сүйікті салаты, жиі жасап беріп тұрамын. Одан кейін түскі ас жасайын деп, осы балықтарды екі жағын қызартып қуырып, үстіне сливке қойып, бетін жауып 5 минуттай бұқтырамыз, тез пісіп қалады. Гарнирге рис жасадым. Тоже ристі саласын өзі пісе береді. Одан кейін Айшаны биге алып келдім. 1 сағат күттік Айшаны сыртта. Айтөрені әрең дегенде алдандырып, сыртқа алып шықтым. Қыздарға зарядка жасауға кедергі беріп, сол себепті сыртта күттік. Одан кейін үйге келдік. Ауа райы күн шығып тұрғанмен, бірақ әлі қар ерімеген, қыс болып тұр. Биыл көктем өте кеш шығатын сияқты Алматыда. Сонымен үйге келдім. Мен, как обычно, кешкі астың қамын ойлап, сол кешкі астың заттарын дайындап жатырмын. Папасы мен қызы өздерінің вайптары бөлек, өстіп күнде кешке қарай дискотека жасайды, ойын ойнайды, билейді. Мен сол кухнядан шықпай жүремін. Бүгін өзімнің сүйікті асым, французский запеканка жасайын деп шештім. Өте сирек жасап тұрамын, білмеймін неге екенін. Өзім сүйікті асым, мен өзімнің сүйікті тамағымды емес, үйдегілердің сүйікті тағамдарын көбінесе жиі жасаймын ғой. Бүгін өзімді еркелетейін деп өзімнің сүйікті асымды жасадым. Өте дәмді болып шықты. Тоже бетін қызартып алдым. Сонымен осы күніміз бітті.